сіздер мен құрметті оқушылар. Мен Қызылорда облысы Арал ауданы номер 65-ші орта мектебінің биология пән мұғалімі Гүлден Қосанова. Мен бүгін сіздерге бактерияның пішіндері және оның маңыздылығы туралы ақпарат беріп өтемін. Жалпы микробиология ғылымы бактерияларды зерттейтін ғылым деп аталады. Микробиология жай көзге көрінбейтін ұсақ тірі организмдерді, олардың құрылысы мен қасиеттерін, табиғатта жүріп жатқан процестердің рөлін, адамның тұрмыс-тіршілігіне пайдасы мен зиянын жан-жақты зерттейтін ғылым. Бактерия термині бактерион, таяқша деген сөзінен шыққан. Негізі бактерияның 4 формасы бар. Таяқша тәрізді бактериялар, бациллалар деп атаймыз оларды, шар тәрізді бактериялар болады, оларды коккалар деп атаймыз, иірілген бактериялар және спираль тәрізді бактериялар болады. Иірілген бактерияларды біз виброндар деп атаймыз. Олар бактериялардың пішіндері осы 4 формадан тұрады. Жалпы бактерия дегеніміз өзі прокариотты ағзаларға жатады. Прокариотты ағза деп отырғанымыз жасушасында ядросы қалыптаспаған ағзаларды біз прокариоттар деп атаймыз. Жаңа айтып өткенімдей, таяқша тәрізді бактерияларды, мысалы шөп таяқшасы бациллалар деп атаймыз. Шар тәрізді бактерияларды коккалар деп атаймыз. Үтір тәрізді бактериялар, яғни бір ұшы үлкен, кең болады, екінші ұшы тар болатын бактериялар, үтір сияқты иірілген, оларды вибриондар, вибрилла деп атаймыз. Одан кейін ирек тәрізді бактериялар, яғни спиралға ұқсайтын бактерияларды спирилла деп атаймыз. Енді кокка шар тәрізді бактериялар, яғни кокка бактериясының бірнеше түрлері бар. Екі шар тәрізді бактерияның екі бактериядан тұратын болса, екі жасушасынан тұратын болса, екі бактерия жасушасынан, оларды біз диплококкалар деп атаймыз. 4 жасушадан тұратын болса, яғни 4 бактерияны біз 4 шар тәрізді бактериядан тұратын болса, тетракоккалар деп атаймыз. Жүзім тәрізді, жүзімнің шоғы тәрізді болып орналасқан бактериялардың тобын біз оларды стафилококктар деп атаймыз. Бактериялардың тізбектеле орналасқан түрлерін стрептококк деп атаймыз. Яғни, шар тәрізді бактериялар тізбектеле орналасатын болса, оны стрептококк деп атаймыз. Бактериялардың маңыздылығына тоқталатын болсам, түйнек бактериялары ауадағы бос азотты сіңіріп, топырақты азотпен байытады. Шіріту бактериялары біздің ғаламшарымыздағы ерекше санитар бактерия деп аталады. Олар жер бетіндегі өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарын, яғни олардың жиналуына жол бермей, оларды қара шірікке айналдырады. Бактерия жасушасының құрылымына келетін болсам, бактерия жасушасында сыртында арнайы мембранасы болады және оның ішкі жағында арнайы қабықшамен қапталған ядросы болмайды. Сондықтан біз оны прокариоттар тобына жатқызамыз. Жалпы бұл жерде хромосома тұқым қуалаушылық ақпаратты сақтайтын хромосомалар жасушаның ішінде орналасады және ДНК шашыраңқы күйде орналасады. Олардың қозғалуы талшықтар арқылы, бактериялар көп жағдайда талшықтар арқылы қозғалады. Рибосомалары болады, цитоплазмасы болады және де сыртқы мембранасы болады. Жасушаның сыртқы мембрана қабаты мурин затынан тұрады. Жаңа айтып өткенімде, яғни коктар, таяқша тәрізді бактериялардың бірнеше түрлері бар. Диплококтар, тетракоктар және стафилококтар және стрептококтар. Осы коктардың түрлері. Бұлар колония тіршілік етеді. Колония деп отырғанымыз құрылысы бірдей ағзалардың жасушаларының бірігіп тіршілік ету формаларын айтамыз. Ал енді балалар, бүгінгі алған білімдерімізді нақтылау, бүгінгі алған білімдерімізді бекіту мақсатында бұл программасында сәйкестігін табу тестінің орындап жіберейік. Бізде үтір тәрізді бактериялар
Жаңа не деп айтты? Үтір тәрізді бактерияларды біз вибриондар деп атаймыз дедік. Одан кейін бактерия жасушасын қолайсыз жағдайдан қорғайды. Яғни споралар. Одан кейін бір топқа жататын ағзалардың тобы жасушаларының бірігу формасын біз колония деп атадық. Шар тәрізді бактериялар, олар коккалар. Брама тәрізді бактериялар бізде спирилла. Таяқша тәрізді бактерияларды бацилла деп атадық. Тексеруге жібереміз. Не балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.